Ертеде кең байтақ далада түркілер өмір сүрген. Олар табиғатпен тығыз байланыста болған. Түркілер көшпелі халық ретінде танылған. Бұл бейнероликте олардың өмір салтымен танысамыз. Түркілер кең дала мен таулы аймақтарды мекендеген. Олар табиғаты бай жерлерді таңдаған. Далада өмір сүру оларға еркіндік берген. Бұл жерлер мал бағуға өте қолайлы болған. Түркілер киіз үйде тұрған. Киіз үйді тез құрып, тез жинауға болады. Ол көшіп қонуға өте ыңғайлы. Киіз үй жазда салқын, қыста жылы болған. Киіз үйдің іші өте таза әрі жайлы болған. Ішінде төсеніштер мен сандықтар тұрған. От жағатын ошақ ортасында орналасқан. Отбасы мүшелері бірге отырған. Түркілер бір жерден екінші жерге көшіп жүрген. Олар малға жайылымыз деген. Көш кезінде түйелерге жүк артқан. Бұл өмір салты оларды төзімді еткен. Түркілердің негізгі кәсібі мал шаруашылығы болған. Олар жылқы, қой, сиыр және түйе өсірген. Мал олар үшін басты байлық саналған. Малдан азық пен киім алған. Жылқы түркілер үшін ерекше жануар болған. Атпен алыс жолдарға шыққан. Жауынгерлер шайқасқа атпен барған. Жылқы түркілердің сенімді серігі болған. Түркі балалары кішкентайынан еңбекке үйренген. Олар атқа мінуді ерте бастаған. Балалар үлкендерді құрметтеген. Ойын арқылы өмірге бейімделген. Түркілердің киімі табиғи материалдардан тігілген. Олар жүн мен аң терісін пайдаланған. Киімдері ауа райына сай болған. Ұлттық өрнектермен безендірілген. Түркі әйелдері үй шаруасымен айналысқан. Олар киіз басып киім тіккен. Тағам дайындап балаларды тәрбиелеген. Әйелдер отбасының берекесі болған. Түркі ерлері мал бағып аң аулаған. Олар елін қорғаған батырлар болған. Ер адамдар еңбекқор әрі батыл болған. Отбасын асырау олардың міндеті болған. Түркілер ет және сүт тағамдарын көп тұтынған. Қымыз бен шұбат ішкен. Ас ішкенде үлкендерді сыйлаған. Тағам күш-қуат берген. Түркілер қонақжай халық болған. Қонақты әрдайым жылы қарсы алған. Дастархан жайып ас ұсынған. Қонаққа құрмет көрсету дәстүр болған. Түркілер табиғатты қадірлеген. Олар көк тәңірге сенген. От пен күнді қасиетті санаған. Табиғатқа зиян келтірмеген. Түркілер табиғатпен үйлесімді өмір сүрген. Жер мен суды қорғаған. Табиғат оларды асыраған. Олар табиғатты ана деп білген. Түркі жауынгерлері батыр әрі ержүрек болған. Олар садақ пен қылыш қолданған. Елін қорғау басты міндет болған. Батырлар халықтың мақтанышы болған. Түркілер тайпа болып өмір сүрген. Олар бір-біріне көмектескен. Бірлік олардың күшін арттырған. Тату өмір сүру маңызды болған. Түркілерден көп мәдени мұра қалған. Ой-өрнектер соның дәлелі. Бұл өрнектердің мағынасы бар. Мұра ұрпақтан ұрпаққа берілген. Қазіргі қазақ халқы түркілердің ұрпағы. Көп дәстүрлер сақталған. Тіл мен мәдениет жалғасып келеді. Бұл ортақ тарихтың белгісі. Түркілер тарихта маңызды орын алған халық. Олардың өмір салты бізге үлгі. Еңбекқорлық пен бірлікке үйретеді. Өз тарихымызды білу өте маңызды. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.